Сәлеметсіздер, мен құрметті қымбатты Таро әлемнің көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздерге қазақша пассианс ұсынамын. 21 шілдеден 31 шілдеге дейін бикештерді не күтеді, соны қарайтын боламыз. Пассиансты мен старинный русский пассианс арқылы жасайтын боламыз. Жаңа пассиансы және Таро универсальныйдан бір карта шығарамын кеңес ретінде 10 күнге бикештерге. Арнада қазақша пассианс басқа белгілерге бар, және апталық жорамал, және шілде айының болжамы бар. Осы болжамдарды өтіп қараңыз, өтініш бағасын беріңіз. Сонымен қарайық, бикештерді не күтеді. 21 шілдеден 31 шілдеге дейін бикештерді не күтеді. 21 шілдеден 31 шілдеге дейін бикештерді не күтеді. Бес карта шығарамын, сәйкес келген сурет жағдайды білдіреді. Қарайық. Мұнда бізде бірінші сәйкес келген жағдай, ол бізде жел. Келесі жақсы белгі түсті. Осы жерде сіздерге кеме шықты. Бикештер, тағы да періште түсті сіздерге. Басқа қарайық. Егер мен тауып алмай, сіз тауып алсаңыз, міндетті түрде жазыңыз белгіңізді және тауып алған суретті. Мен жауабын айтамын сіздерге. Қазір қараймыз. Сонымен болжамымыз дайын. Енді қарайық сіздерге кеңес 10 күнге бикештерге 21 шілдеден 31 шілдеге бикештерге кеңес картадан кеңес бикештерге 21 шілдеден 31 шілдеге дейін бикештерге кеңес. Сонымен болжамымыз дайын. Енді жақсы табайық. Қараңыз, өте жақсы белгі таптым. Сіздерге күн шықты. Шілденің аяғында бір үлкен бір қуаныш болады сіздерде, бикештер. Тағы қарайық. Жақсыны табайық. Жақсы белгіден сіздерге күн шықты. Жақсы белгіден күн шықты. Келесі, сіздерде мұнда кілт тағы бар. Қараңыз, кілт шықты сіздерге. Кілт секілді. Кілт шықты. Барлық жақсы белгілер сіздерде, бикештер. Сол үшін лайк басып қойыңыз. Және барлығы сізде солай болсын. Тағы, мұнда өте көп жағдай сізді тосады, бикештер, осы 10 күнде. Қараңыз, мұнда тағы бір жағдай түсті бізде. Оны сәйкестендірмейін. Қазір 1 минут. Қараңыз. Тағы күн шықты сіздерге, кілт мұнда сәйкес келді. Басқа мұнда әлен сәйкес келді жақсы белгіден. Басқа тағы іздеге. Барлық жақсы белгідер шықты сіздерге. Жақсыдан жүрек бір жартысы осында, екінші жартысы, жүректің екінші жартысы. Жүректің екінші жартысы қайда? Мұнда. Мұлай сәйкестендірге болады, жүрет. Келесі сіздерге колесо сәйкес келмеді, гүл бір жартысы осында. Гүлдің екінші жартысы осында сәйкес келмеді.
Басқа аққу бір жарсөзді, екі жарсөзді сәйкес келмеді. Келесі басқа сәйкестік көріп тұрған жоқпын. Мұнда доңыз сәйкес келді. Сізде жақсы мен жаман белгілер араласып жүр. Сонымен сәйкес келген бірінші сіздерге жел, жел шықты. Мұнда жел сәйкес келді. Сіздерге сіз бір нәрсе туралы күмәнданасыз, бір күмән болады сізде. Шілденің 21-22-сінде бір жағдай туралы күмән пайда болады. Сізде бір адам туралы немесе жұмыс туралы бір күмән болады. Келесі сізге түскен ол чел түсті, ол корабль түсті сіздерге. Ол өте жақсы белгі. Сізде бір қуаныш болады өміріңізде, бір нәрсеге өте қатты қуанасыз, сәттілік пайда болады. Сізде осыны білдіреді. Немесе жолға шығасыз, бас сапарға барасыз ба, немесе демалысқа шығасыз. Келесі сізге ангел түсті, періште. Ол тағдырыңызға байланысты бір жағдайы. Періште сізді қолдайды, сіздің барлық істеріңізде қолдау болады жоғарыдан. Келесі сізге түскен мұнда кабан түсті, шошқа түсті, доңыз түсті сіздерге. Ол бір сізді қызғанатын бір адам, бірақ сізде періште бар, сол періште сізді қолдайды. Сізге ешқандай жамандық келтіре алмайды. Келесі сізге сәйкес келген белгі, ол бізде олень сәйкес келді. Олень де бізде жақсы белгіге жатады. Сізде бір өзгерістер болады, күтпеген өзгерістерді білдіреді. Ол жақсы өзгерістер. Және сізге осында жылан түсті. Жылан ол бір адам, сізден денсаулығыңызға назар аударыңыз, және жақсы жағынан жылан ол сізге бір ақыл кеңес келеді, біреу ақыл кеңесін береді. Күтпеген ақыл кеңес, бір жақсы бір кеңес болады сізге келеді. Келесі сізге сәйкес келген, ол күн сәйкес келді, солнце. Ол үлкен қуанышты білдіреді, бақытты білдіреді. Біреу сізге өзінің сезімін білдіру мүмкін, немесе сіз бір жылы жаққа барасыз ба, бір қуаныш болады өміріңізде. Және кілт шықты. Шілденің аяғында 30-31-інде бикештер, сіз барлық мәселеңізді шешесіз, барлық мәселеңіз шешіледі, сіздің қалауыңыз орындалады. Бір адамға кілт табасыз, немесе кілт бересіз, кілт аласыз. Шілденің аяғында барлық мәселеңіз шешімін табады. 30-31-інде. Және сіздерге қандай кеңес картадан. Сіздерге двойка кубка түсті. Двойка кубков. Сізге кеңес барлық жерде адамдармен келесу арқылы өзіңіздің мақсатыңызға жетесіз. Мейірімді болсаңыз, сезімтал болсаңыз, өзіңіздің екінші жартыңызды жеке өміріңізде немесе жұмыста өзіңіздің қалауыңызға тек қана мейірім мен адалдықпен және
ашық көңілді болсаңыз, сонда ғана өзіңіздің қалауыңызға жете аласыз. Осындай сізді 10 күн күтеді бикештер. Арнаға жазылыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға аман сау болыңыздар.